Бірнеше жыл бұрын мынау ғаламтордан Найман мемлекет туралы бір деректер іздеген кезде ағылшын тілінде және орыс тілінде бар, қазақ тілінде аздау. Сондай бір деректер таптым. Сол кезде мынау Наймандардың ханы Таян хан туралы жаңағы мақаланы қараған кезде ішінде тағы да осындай бір сурет жүр екен да. Бұл сурет астында жазулы тұрып 1596 жылы салынған екен. Содан кейін бұл өте көрнекті, өте тартымды. Содан кейін мынау бояулары өте сондай әсем суреттер. Содан кейін мынау сурет салу әдісі де бір түрлі бір ерекше да. Сол қызықтырып, сөйтсем бұл мұғал дейді, неше түрлі болып айтылады. Мұғал дәуірінде, яғни сол кезде дамыған сондай бір сурет салу мәдениеті бар екен. Сөйтсе, енді бұл 16 ғасыр болып кетті ғой. Ал енді Таян хан туралы деректерге қарасақ, бұл Шыңғыс ханның замандасы екен. Бұл суретте мынау Керей ханы мен екеуінің арасында бір соғыс болған екен. Кімнің алдында сөйтіп жаңағы Керейдің ханның басын Таян ханға осы сыйлық ретінде ма, әйтеуір осындай бір шауып алып келіп көрсетіп тұрған бір сурет екен сол. Маған ол тарихи дерек көп нәрсе анықтау керек ететін сондай дерек. Сондықтан оны әр қарай әрине анықтау керек, әр қарай зерттеу керек та. Ал бірақ бұл суреттегі маған мені қызықтыратын мылтықтар болды. Сол кезде 13 ғасырда болған уақиғаларды 16 ғасырда салған. Бұл бір сөйтіп қарансаң мылтықтары бар да, жаңағы мынау осы жанындағы ноян дейма, жауынгерлер дейма, енді бәрі сол жаугершілік қой сол кезде. Сол мылтық, оқ-дәрімен атылатын мылтықтар жүр, және қылыштары сондай. Сол жағынан бұл тарихи көріністер да, бұл ойдан шығарылмаған нәрсе ғой енді. Ол кезде қолдан қолға жүретін мұра ретінде мынау мылтықтар, қылыштар. Сондықтан мүмкін осы суретшінің өз көзімен көріп, мынау кімнің мылтығы деген сияқты, содан кейін кімге ұқсайды деген сияқты сөйтіп мүмкін шөбересінің шөбересі жаңағы соларды алып келіп, солардан түсірген шығар жаңағы. Бірақ ең қызығы сол мылтық туралы жайттар мені қызықтырады. Өйткені қалай Википедияға жүгінсек, Википедияда Европада ойлап табылды делінген жаңағы мынау мылтықтар 15-16 ғасырларда деп мынау қазақша Википедияда. Ал нақты ағылшынша тіпті жазылмапты қай жылдары ойлап табылған екен мынау мылтықтардың. Сондықтан бұл өте қызық
дерек екен. Мынау суретке қарасаң, бұл сурет көп нәрсені әңгімелеп бере алады. Енді осылай